Баршаңызға әрдайымғылай PixArt урок, әрдайымғылай плюс батырмасы. Осы жерден өзіме керекті сурет таңдап аламын. Бұл суретті бізде толық керек емес, әрдайымғылай қырқамыз, астынан жоғары қарап. Яғни инструментке кіріп, обрезайтқа кіреміз, белден жоғары қырқып аламыз. Келесі бізде батырма тағы да инструментке және де выбор батырмасына кіреміз. Новый функцияны үйренеміз бүгін. Мінекей тура дәл видеодағы сияқты істеңіздер. Сосын жоғарыда копировать, сосын вставить басасыздар. Тура сол жер бізге копировать етіп атыңыз. Соны үлкейтеміз де жаңа артындағы. Бізге бұл суретте артқы фон ақ болған қажет. Сол үшін біз фонды артқы фонды бірдей қыламыз. Енді бізде келесі терезе жақ. Терезе жақты да тура солай 4 сызықпен сызып аласыздар тағы да. Онда копировать, вставить қыламыз. Мінекей копировать, вставить. Онда дәл осындай қыламыз. Мінекей үлкейтіп. Енді бұл жерде бізде артық фон ақ болғаны маңызды. Мінекей болды. Енді әрдайымғыдай ағартатын батырма. Мінекей шамалы ағартсаңыздар жетеді. Қатты ағартудың маңызды емес. Енді артын тұнық ағарту үшін біз пенаны таңдаймыз. Жоғарыда өшіргішті алып, бетін ағарған керек емес, білесіздер. Беті дәл солай эффектсіз қалу керек. Бетін ағартық. Келесі бізде добавить фото. Енді жан-жағына бізге бұл жерде бірінші біз монеталардан бастаймыз. Мінекей өзімізге керекті монеталар таңдап аламыз. Оны әрдайымғылай мен Google-ден тарттым, скриншот қылдым және оны қазір обрезать етем. Егер сіздер ерінбесеңіздер, сайтқа кіріп тартсаңыздар да болады. Мінекей бізге алғашқы шашылған монеталар. Бұл монеталарды іздеу үшін монета для Photoshop деп іздесеңіздер, сіздерге Google-ден шығарып береді. Мінекей бетіне тиіп қалды, затемнитті басасыздар. Астында өзіңізге удобнысын таңдап аласыздар. Затемнитті басамыз. Неке бетін шамалы өшіресіздер кішкене. Яғни бетке түспеу керек. Бетін өшіресіздер. Неке өшірдік және де 4 жан-жағына да маңызды. Неке келесі монета шамалы қысқартамыз. Тура 3D фото сияқты бұнда. Енді бізге келесі монеталар таңдап аламыз. Осы 4 монета қатты маңызды. Бұдан да бір-біреуден қырқып аламыз енді бұларды обрезать қылып. 4-еуі де маңызды емес. 4-еуі бір жерге түспеу үшін әнекей барлығын бөліп қырқып алдық. Әрқайсысын әр жерге қоямыз. Тура бір айналасында шашылып жүрген сияқты. Мінекей. Егер сіздер таппасаңыздар, маған жазсаңыздар, мен жіберемін. Келесі бізде менде новый функция, яғни шашылған стекло сынықтары. Шашылған. Бұл да бір 3D эффект береді. Мінекей бетін өшіресіздер. Бұл фотода қатты маңызды, видеода анық көрмегенмен. Мінекей. Келесі бізде енді ақшалар, яғни мен өзім патриот болған соң қазақтың ақшаларын арылды. Әдетте бұлындайлар доллармен істелінетін. Мінекей 10 мыңдықты да өзіме сай қылып қырқып алдым. Мен оны да скриншот қылып алған болатын. Дәл солай 2 мыңдықтарды астына, 5 мыңдықтарды жан-жағына шашыратып біреуінің артына. Затемнитті бассаңыздар, кез келген жерге кіріп кетеді суретіңіз. Яғни объекттің артында қалып кетеді сурет. Келесі бізде блурға кіріңіздер. Блурға кіріп фокус басқан кезде мінекей байқап жатсыздар, суреттер өзінен өзі алдыға қалай жылжып кетеді. Блур, сосын фокус. Ол фокустың ішінде болады. Мінекей бетін өшіріп тастайсыздар міндетті түрде. Бетін өшіріп алыңыздар. Әйтпесе фокус бетіне де түсіп кетуі мүмкін. Шамалы жоғарылатамыз, мінекей тура 3D эффект береді. Екінші бізге енді бұл жерден фон таңдаймыз. Яғни суретке эффект қажет. Бізге көбінесе ломо керек, жан-жағы қараңғы болған дұрыс. Яғни бұл жерде винетканы емес, екінші сумманы азайтып тастаймыз, винетканы шамалы көтерілеміз. Сумма дегеніміз ортасы сап-сары эффект беріп тұрады. Бізге екі жан қараңғы болғаны болса болғаны. Енді келесі менде әрдайымғыдай өзімнің сүйікті логотипімді қоямын. Логотип добавить қоямыз. Логотипті бір бұрышқа қоямыз. Осымен сурет тәмам, сау саламатта болыңыздар.